Испанияда Менель мен оның әйелі Джулия көлікпен үйлеріне қайтып бара жатыр. Джулия балалы болу туралы әңгімені қозғайды. Өйткені Менель бұл жайлы әлі нақты шешім қабылдамаған, ал ол болашағын жоспарлау үшін жауап алғысы келеді. Араларында ұрыс басталып, екеуі де алаңдап қалады. Сондықтан Джулия кенет көлікті басқа жаққа бұрып, келе жатқан көліктен қашып құтылуға тырысады. Алайда олардың көлігі жолдың қақ ортасында қалып қояды да, үлкен жүк көлігі оларды қағып кетеді. Соның салдарынан көлік бірнеше рет айналып кетеді. Бір жылдан кейін жесір қалған Менель мысығымен бірге жалғыз өмір сүреді. Теледидарда тілшілер Біріккен ұлттар ұйымы шекараларды жабу мүмкіндігін талқылап жатқанын хабарлайды. Өйткені белгісіз вирус таралуда. Алдын алу шаралары нәтиже бермей жатыр. Адамдар шекараларда зорлық-зомбылық көрсетіп, елден кетуге тырысуда. Менель терең күйзеліске түскені соншалық, жаңалықтарға мән бермей, ақыры теледидардың дауысын өшіреді. Ол аурухананың қауіпсіздік камерасындағы кадрларды көрмейді. Онда бір науқас біртіндеп зомбиға айналып жатқан еді. Кейін Менель көлікпен серуендеуге шығады. Ол жедел жәрдем көлігінің зулап өтіп бара жатқанын байқайды. Қала қабырғаларында ақырзаман жақындап қалды деген жазулар пайда болған. Менель айлаққа барып, өз қайығын сатқысы келетін екі әйелмен кездеседі. Қайықтың құжаттарын іздеп жүріп, ол Джулияның білезігін тауып алып, есіне тәтті әрі ашы естеліктер түседі. Үйіне қайтып бара жатып, Менельге әпкесі қоңырау шалады. Бірақ ол оны елемейді. Супермаркетке кіргенде адамдардың азық-түлікті әдеттегіден көп алып жатқанын байқайды. Сөреде тауарлар таусылуға жақын. Кейін үйде мысығының мойнына Джулияның білезігін байлайды. Теледидардан вирустың Испанияда анықталғаны хабарланады. Кешке Менель әпкесі Беленмен видео қоңырау арқылы сөйлеседі. Ол маңызды жаңалық айтады. Күйеуі үкіметте жұмыс істейтіндіктен, оның отбасын Канар аралдарына көшіру туралы шешім қабылданған. Ол Менельді де өзімен бірге баруға шақырады. Бірақ Менель бас тартады. Келесі күні Менель көршілерінің бәрі кетіп жатқанын байқайды. Ол да кетуге шешім қабылдап, мысығын өзімен бірге алады. Жолда радио арқылы вирустың жаңа штамы Еуропаға таралып жатқанын естиді. Бұл мутацияның инкубация кезеңі небәрі бірнеше минутты құрайды. Және ол жарақат пен тістеу арқылы жұғады. Әуежайға жеткенде Менель Беленге хабарлама жіберіп, ақыры бірге кететінін айтады. Адамдар ұшаққа отыруға тырысып жатқанда, билеттердің жарамсыз болып жатқанын көреді. Кенеттен үлкен экранда барлық рейстердің тоқтатылғаны туралы хабарлама пайда болады. Барлығы телефондарынан азаматтық қауіпсіздік дабылы туралы хабарлама алады. Адамдар дүрбелеңге түсіп, кейбіреулер ұшаққа күштеп кіруге тырысады. Осы сәтте бір адам күзетшілерден мылтықты тартып алып, оқ атуға қорқытқанда, бүкіл жұртшылық әуежайдан қашып кетеді. Барлығы үйіне қайтпақ болғандықтан, жолда үлкен кептеліс пайда болады. Радиода барлық жолдар мен көпірлердің дәл осындай жағдайда екені айтылып жатыр. Әскерилерді тасымалдайтын тікұшақтар аспаннан ұшып өтеді. Адамдар көліктерін тастап, жаяу кетуге мәжбүр болады. Кейбір жүргізушілер бір-бірімен ұрысып жатады. Сарбаздар жараланып, тәртіпсіздіктер күшейе түседі. Ақыры Менель де көлігін тастап, мысығын құшақтап, үйіне қарай жаяу кетеді. Ол түнде өз ауданына жетеді. Әскерилер бір ғимараттың айналасын қоршап, арнайы дәліз орнатып қойған. Сол жерден оғаш дыбыстар естіледі. Кенеттен екі сарбаз үйден туннель арқылы бір зомбиді алып шығады. Оның әйелі сыртта жылап, ауру күйеуін құтқаруды сұрайды. Зомби әскери көлікке салынған кезде Менель оның танысы екенін түсінеді. Үйіне оралған соң, Менель ұйықтап қалады. Түсінде ол автокөлік апатын және Джулияның қазасын қайта көреді. Келесі күні таңертең Белен видео қоңырау шалып, қауіпсіз аймақтар құрылатынын айтады. Алайда әскерилер арасында келіспеушілік бар, неғұрлым көп адамды құтқарса, соғұрлым вирус таралу қаупі жоғары. Кейбір елдер мұндай жүйені қолдануға тырысқанда, жағдай одан әрі нашарлаған. Белен Менельге ешқайда шықпай, үйде болуын қатаң ескертеді. Үлкен қалалардың бәрі карантин жариялап, паналау үшін кіргендерді кіргізбей жатыр. Бұл жағдай көшедегі тәртіпсіздіктерді күшейтуде. Вирус бақылаудан шығып кетеді. Көрші көшелерде зомбилер адамдарды жеп жатқанын жұрт видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге жүктеуде. Кейбіреулер өздерін қорғау үшін қару-жарақ пен сауыт жасау жолдарын бөлісуде. Осы түстен кейін үкімет төтенше жағдай енгізілгенін жариялайды. Сағат 2-ден кейін барлық коммерциялық қызмет тоқтатылуы керек. Тұрғындар әскерилердің бұйрықтарына бағынбаса, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Менель дүкенге барғанда, азық-түліктің таусылғанын және адамдардың бір-бірінен заттарды жұлып алып жатқанын көреді. Керек жарағын жинап, жанармай бекетіне тоқтайды. Осы кезде жараланған полицей пайда болып, есіктерді өз қолына кісенмен бекітіп, ішке кіріп кетеді. Көп ұзамай, айқайлап көмек сұраған адамдар жүгіріп келе бастайды. Кенеттен бір зомби басқа полицейді бас салып, бетін жей бастайды. Менель қолына швабра алып, қорғануға дайындалады. Бірақ зомби оған тап бергенде, жерде жатқан офицер оны атып өлтіреді, ал зомбидің қаны Менельдің бетіне шашырайды. Полицейдің бірі әйнекті соққылап, өз кезегінде зомбиға айналады. Менель оған көмектескісі келеді,
бірақ полицей жерге оқ атып, оны алыстатады. Кейін полицей өзін атып өлтіреді. Сол күні кешке президент теледидар арқылы ұзақ мерзімді карантин жариялайды. Кейінгі күндері Менел үйін бекітіп, қабырғаларын нығайтады. Әскерилер оның ауданын эвакуациялауға келеді. Бірақ Белен оған үйде болуды және жақында құтқаратынын айтады. Менел жарықты өшіріп, мысығымен жасырынады. Әскерилер оның есігін қаққанымен ақыры кетіп қалады. 2 аптадан кейін Менелдің азық-түлігі таусыла бастайды. Байланыс үзіліп, әпкесімен сөйлесе алмайды. Ақыры өзін өзі қорғау үшін құрал-жабдық жинап, үйінен шығуға бел байлайды. Бірнеше үйді тексергенімен азық-түлік таппайды. Бір үйге кіргенде ол арбаға таңылған қарт әйел Габриелланы кездестіреді. Ол эвакуацияға қосыла алмаған екен. Оның да тамағы жоқ еді. Бірақ ол Менелге қандай үйлерде азық-түлік бар болуы мүмкін екенін айтты. Өйткені карантин басталар алдында көршілерінің тым көп зат сатып алғанын бақылаған. Менел оның тізіміндегі әр үйді аралап шығып, ақыры азық-түлік пен басқа да пайдалы заттарды, соның ішінде велосипедті табады. Велосипедтің арқасында Менел алысырақ баруға батылы жетіп, жақсы мөлшерде азық-түлік жинайды, оны Габриелламен бөліседі. Сондай-ақ ол оған рация береді, осылайша сыртқа шыққанда байланыста бола алады. Енді тек бір ғана үй қалды, солдаттар зомбиді тапқан үй. Менел онда азық-түлік таппайды, бірақ ішінде өлі балықтар жүзген аквариумды көреді. Кенеттен ол артында біреудің тұрғанын сезіп, оны зомби деп ойлап, жылдам оқ атады. Алайда бұл жай ғана қарапайым адам болып шығады. Ол Менелдің агрессивті екенін ойлап, қаша жөнеледі. Кетуге дейін Менел соңғы шкафты тексеріп, ақыры тағы біраз азық-түлік табады. Күндер өтеді, Менел мен Габриелла жиі бірге тамақтанады. Бір түні Менел мас болып, Габриеллаға өзінің отбасымен көбірек уақыт өткізе алмағанына өкінетінін айтып хабарлама жібере. Одан кейін ол тағы да жол апатын түсінде көріп, олардың тікұшақпен ауруханаға жеткізілгенін есіне түсіреді. Кенеттен оны рация арқылы Габриелланың дауысы оятады, ол радио қосуын сұрайды. Менел радионы қосқанда, біреудің аман қалғандарды Канар аралдарына эвакуациялайтыны туралы айтып жатқанын естиді. Және тірі қалғандар бұл құтқарушыларды таба алу үшін координаттарын хабарлайды. Габриелла оларға сенбейді. Бірақ Менел азық-түліктің таусылып бара жатқанын алға тартады. Құтқарушылардың орны Ароуса шығанағында орналасқан, ал Менел оны өз қайығымен жетуге болатынын айтады. Бірақ Габриелла өзін жүк сияқты сезінетінін айтып, бара алмайтынын мәлімдейді. Менел оны тыңдаудан бас тартып, оған қамқорлық жасайтынын уәде етеді. Келесі таңертең Габриелла рацияға жауап бермегенде, Менел уайымдап, оны тексеруге барады. Ол келгенде, Габриелланың өз-өзіне қол жұмсағанын көреді. Габриелла хат қалдырған, онда соңғы күндері үшін алғыс білдіріп, Менелге өзін құтқаруын өтінген. Қайтып бара жатқанда, Менелге кенеттен бір зомби шабуыл жасап, оны қаруынан айырады. Күрес барысында Менел зомбиді теуіп, көліктің үстіне шығады. Бірақ зомби оның аяғынан тартып, төменге құлатуға тырысады. Олар арпалысып жатқанда, зомби оның қолын тістеп алмақ болады. Абырой болғанда, Менелдің қорғанысы тістің терісін тесіп өте алмайды. Бірақ зомби қанын оның бетіне шашыратады. Менел көлік есігін ашып, оны соққылай бастайды. Ақыры оның басын сынған әйнекке қыстырып тастайды. Содан кейін ол қаруын алып, зомби өзін босатып алған сәтте оны атып өлтіреді. Осыдан кейін ол зомбидің әмияндағы жеке куәлігін алып, оны денесінің үстіне қояды, егер билік оны тапса деген үмітпен. Үйіне оралған соң, ол суды қайнатып, қаруын зарарсыздандырады. Сосын Беленге енді күте алмайтыны туралы хабарлама жібереді. Бірақ желі әлі де жоқ. Менел мысығын алып, велосипедпен босап қалған жолдармен үлкен жылдамдықпен жүріп кетеді. Ақыры ол бөгетке тап болады. Сондықтан орман арқылы өтуден басқа амалы қалмайды. Орманда оны зомбилер қуып жетеді. Бірақ олар жеткілікті жылдам емес. Кейбір зомбилер секіріп, шабуыл жасауға тырысады. Сондықтан Менел оларға қарсы қимылдауы керек болады. Бір кезде ол қаңырап қалған лагерьге тап болады, және оның ішінде не бар екенін білмегендіктен алаңдайды. Бірақ басқа шығатын жолы жоқ. Ол лагерьдің ішінен өте бастағанда, кенеттен зомби туристердің үлкен тобы пайда болады. Менел жылдамдығын арттырып, оларға соқтығыспауға тырысып, лагерьден шығып кетеді. Ол ешқандай жарақат алмай, жолға қайта шығады. Бірақ алда адам денелерінің үйіндісі жатқанын көреді. Ол тоқтай алмайды және ақыры велосипедтен құлап түседі. Абырой болғанда, мысығы жәшіктің ішінде аман қалады. Зомбилердің жақындап қалғанын естіген Менел қайтадан велосипедке мінбек болады. Бірақ ол от алмайды. Сондықтан ол жүгіріп қашуға мәжбүр болады. Ол орманды бар күшімен кесіп өтеді. Зомбилер оны өкшелеп қуып келеді. Ақыры ол айлаққа жетеді және көпірден өткен соң, артындағы қақпаны жауып тастайды. Зомбилер әйнекті сындырып, артынан келеді. Бірақ осы уақытта Менел мықтырақ қақпадан өтіп, ақыры құтылып кетеді. Алғашында ол үмітін үзеді, өйткені айлақтағы барлық қайықтар жоқ болып кеткен.
Бірақ ол жан-жағына қарағанда, алыста суда қалқып тұрған тастанды қайықты байқайды. Менел оған жүзіп барып, қозғалтқышын тексереді, бірақ ол іске қосылмайды. Сол сәтте бір дыбыс естіледі. Менел есікті ашқанда, орындыққа байланған нәресте зомбиді көреді. Одан кейін Менел мен мысығы кішігірім салға отырып, жолға шығады. Ол радиода айтылған жерге жетуге тырысады, бірақ ол толықтай қираған болып шығады. Жағадан қаншалықты алыстаса да, желі жоқ. Бірақ ол бәрібір әпкесіне хабарламалар жазуын тоқтатпайды. Түнде сала су ортасында тоқтап қалады. Мануэль қозғалтқышты тексерген кезде оған бір дене тұрып қалғанын байқайды. Осы сәтте ол жақындап келе жатқан жарықты көреді және көмек сұрап айғайлап, қолын бұлғайды. Бұл қайықтағы украиндықтар болып шығады. Олар оны өздерімен бірге алуға келіседі. Мануэль мен оның мысығы үлкен кемеге жеткізіліп, тамақ беріледі. Испан тілінде сөйлей алатын жалғыз адам Виктор, ол Канар аралдары карантинге жабылғанын және эвакуацияланған тірі қалғандарды полицияның түсірмегенін түсіндіреді. Сондықтан құрлықта өте көп зомби бар. Мануэль тірі қалғандарға керек жарақ іздеуге көмектесуге уәде бергеннен кейін оған бөлме беріледі. Түн ортасында Мануэль біреулердің даусын естіп, терезеден қарағанда қайықтағы тірі қалғандардың көмек сұрап жатқанын көреді. Келесі күні таңертең Мануэль жаңа тірі қалғандар туралы сұрайды. Бірақ Виктор түнде ешкім келмегеніне сендіреді. Содан кейін Мануэльді капитанның кеңсесіне шақырып, картадан ауруханалар мен зауыттар сияқты маңызды ғимараттарды табуға көмектесуін сұрайды. Кейінірек Мануэль түнде көрген қайығының кемеде тұрғанын және экипаждың тірі қалғандардың заттарын иемденгенін анықтайды. Ол бұл туралы Виктордан сұрайды, бірақ ол жауап беруден бас тартады. Виктор ұшқыш болғандықтан Мануэль оған тікұшақтың қайда тұрғанын білетінін айтады. Бірақ Виктор оған ештеңеге араласпай, үндемей жүруге кеңес береді. Кешке қарай Мануэль кемені қарап жүріп, экипаждың басқа тірі қалғандардан тартып алған қайықтарды кемеде сақтап жатқанын байқайды. Ол заттарын жинап, мысығын сөмкесіне жасырып, кеме ішінде жасырын жүреді. Төменгі палубада ол байланған екі тірі қалғанды табады. Мануэль тез арада біреуін босатады, бірақ ол орнынан тұрған бойда күзетші оны атып тастайды. Сол сәтте Виктор да келеді және күзетшіні қарусыздандыруға тырысады. Сондықтан олар тапанша үшін күресіп, абайсызда оқ атып, айналасындағы заттарды зақымдайды. Содан кейін ер адамдар бір-бірін ұрып соғып, Виктор арқанды алып, күзетшіні тұншықтырып өлтіреді. Енді Виктор да қашқысы келеді және тікұшақты табуға келіседі. Мануэль, Виктор және екінші тірі қалған адам жасырын түрде қайыққа жетеді. Олар кетер кезде екі күзетші оқ жаудырып, тірі қалған адамды өлтіреді. Қайық қозғалған кезде Виктор да атыс ашады, бірақ иығынан жарақат алады. Мануэль қайықты тез айдап, оларды өлтіріп тастауға мүмкіндік бермейді. Біраз уақыттан кейін олар жағалауға жетіп, Мануэль Викторға жүруге көмектеседі. Олар көліктер тұрған жерге келеді және ішіндегі зомбилерді Мануэль тез өлтіреді. Содан кейін екеуімен мысық көлікке отырып, Джулия қайтыс болған ауруханаға қарай жол тартады. Өйткені Мануэль тікұшақты есіне түсіреді. Жолда Виктор кеме капитанның аралда баспана салып жатқан нағыз жауыз болғанын айтады. Ол тек өзіне қызмет еткендерді ғана тірі қалдыруға рұқсат берді, ал барлық әйелдер мен балалар оның ләззаты үшін алынған. Ақыры ауруханаға жеткенде Мануэль тікұшақтың шатырда жоқ екенін көріп, қатты күйзеледі. Кенеттен бір зомби көліктің үстіне секіріп, Мануэль оны лақтырып жіберу үшін көлікті қатты жүргізе бастайды. Содан кейін ол Виктордың тапаншасын алып, оны атып өлтіреді. Бірақ дыбыс басқа зомбилерді тартады. Сондықтан Мануэль оларды да жылдам атып тастайды. Осыдан кейін Мануэль мен мысық ауруханаға кіреді, ал Мануэль Виктордың иығындағы оқты алу үшін құрал іздейді. Дәл сол кезде бірінші қабаттан дауыстар естіліп, Мануэль жоғары көтеріледі. Ол өтіп бара жатқан зомбиді көріп, көрінбеу үшін жасырынады. Содан кейін ол желдеткіш жүйесінен дауыстарды естіп, оларға жауап бермек болады. Бірақ сол кезде артынан тағы бір зомби пайда болады. Мануэль оны тез итеріп жіберіп, атып өлтіреді. Бірақ артынан басқа зомбилер есікті бұзып кіреді. Ол дереу бастапқы бөлмеге қайтып келіп, есіктерді мықтап жауып, зомбилердің кіруіне тосқауыл қояды. Мануэльдің таңданысына орай, Виктор мен мысық ол қалдырған жерде жоқ болып шығады. Ол бұрылып қараған кезде есік ашылып, Люсия оны ішке кіруге шақырады. Екеуі есікті жауып, зомбилер екінші есіктерді бұзып кірер алдында қашып кетеді. Мануэльді аурухананың медбикесі Люсия мен әпкесі Силия алып келген медициналық бөлмеге апарады. Онда Виктор, мысық және 3 бала бар. Әйелдер Виктордың жарасын емдеп, оның жағдайын тұрақтандырады. Мануэль тікұшақ туралы айтқанда, Люсия оның аурухананың артындағы карантин аймағында тұрғанын айтады. Бірақ ол жер толығымен зомбилерге толы. Түнде топ аз ғана тамағын Мануэльмен бөліседі, ал ол үнемі әйелін ойлаумен болады. Ол әйелінің қайтыс болған бөлмесіне барып, соңғы минуттарын есіне алады. Сондай-ақ ол мысығының мойнындағы білезікті алып, Джулияның төсегіне байлап қояды. Таңертең Мануэль шатырға шығып, зомбилерге қарап тұрғанда, кенеттен телефоны сигнал ұстап, соңғы бірнеше апта ішінде Беленнен келген барлық хабарламалар оған жетеді. Мануэль жауап жазып жатқанда, атыс дыбысы естіледі. Терезеге қарағанда, кеме экипажының зомбилерді өлтіріп,
ауруханаға кіріп жатқанын көреді. Мануэль топқа қауіптің жақындап келе жатқанын ескерту үшін жүгіріп барады. Содан кейін олар тікұшаққа жету үшін аурухананың жертөлесін пайдалануға тырысуды шешеді. Жертөле өлі денелер мен түтінге толы. Сондықтан барлығы ауыздары мен мұрындарын жауып, алға жылжиды. Өкінішке орай, есік кептеліп қалған. Сондықтан оны балтамен сындырып ашуға тура келеді. Сол сәтте есіктен бір зомби шығып, Сесилияны басып алып, тістеп алады. Мануэль оны тартып алып, ыстық құбырға басын күйдіреді. Содан кейін Люсия оны балтамен өлтіреді. Сесилия енді жұқтырылған, сондықтан ол қалғандарына жалғастыруды айтып, өзі кетеді. Топ дәлізге жетіп, жиһаздардың артында тығылып тұрған зомбилерді көреді. Люсия есікті дыбыс шығармай ашуға тырысады. Бірақ дәл сол кезде бір бала анасының зомбиге айналғанын көріп, сөйлеп қояды. Бақытымызға орай, олар естімейді. Және топ есікке қарай жылжи береді. Алайда бір зомби кенеттен сөрелерді құлатып жібереді. Шудан қалған зомбилер назар аударады. Сондықтан Мануэль баланы шкафтың ішіне жасырып, өзі де кіреді. Ал басқалары есіктің артына тығылады. Зомбилер шкафты соққылап, бір сәтке бәрі бітті деп көрінеді. Бірақ сол кезде кеме экипажы келіп, бірнеше минут ішінде барлық зомбилерді атып тастайды. Қысқа ғана дау-дамайдан кейін олар ешкімді байқамай кетіп қалады. Енді топ соңғы есікке жете алады. Бірақ сыртта көптеген зомбилерді көреді. Интернеттегі оқулықты есіне түсіріп, Мануэль торларды бір-біріне байлап, оларды қалқан ретінде пайдаланып, ауладан өтуді ұсынады. Алғашында бәрі жақсы өтеді, бірақ торлар кептеліп қалып, шудан зомбилер жинала бастайды. Люсия балтамен, ал Мануэль өрт сөндіргішпен оларды тоқтатуға тырысады. Ал Виктор торларды итеруді жалғастырады. Топ өте баяу қозғалады, бірақ үлкен күш салып, ақыры қақпаға жетеді. Люсия балтасымен шынжырды сындырып, Мануэльмен бірге зомбилерді тоқтатып тұрғанда, Виктор балалармен тікұшаққа жүгіреді. Көп күш салып, Люсия мен Мануэль қақпаны жауып, оны шарфпен бекітеді. Содан кейін басқаларға қосылу үшін жүгіреді. Виктор тікұшақты оталдырып көрмек болады, бірақ ол іске қосылмайды. Ал зомбилер қоршауға өрмелей бастайды. Сондықтан Мануэль сыртқа шығып, оларға қарсы шайқасады. Сол сәтте Виктор ажыратылған кабельді байқап, оны қайта қосады. Сөйтіп тікұшақ ақыры жұмыс істейді. Қозғалтқыштың дыбысы экипаждың назарын аударып, олар ауланы басып алып, зомбилерді атып тастай бастайды. Олар шарфты кесіп, қақпаны ашып, топқа қару кезеніп, бағынуды бұйырады. Виктор Мануэльге байқатпай басын изейді. Ал Мануэль тағы бір шынжырды сындырып, екінші қақпаны ашады. Жаңа зомбилер легі ауланы басып кіріп, экипаж мүшелерін қоршап, оларды тістеп алады. Бірнеше зомби тікұшаққа қарай бет алады. Сондықтан Виктор оны көтеріп, оларды итеріп түсіреді. Мануэль балтамен зомбилерді шауып, олардың арасынан өтіп, тікұшаққа қарай жүгіреді. Тікұшақ ұшып кетуге дайындалып жатқанда, барлық зомбилер өлтірілген соң, Люсия баспалдақ лақтырып, Мануэль тез өрмелеп шығып, жаңа достармен және мысығымен қайта қауышады. Бірнеше сағаттан кейін тікұшақ Канар аралдарына жақындайды. Сол сәтте Мануэльге белен хабарласып, оған келмеу керектігін айтады. Екі жойғыш ұшақ олардың жанынан өтіп, аралдардың да жұқтырылғанын растайды.